Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге мандарин тәрізді жаңа жылға арналған тойымды әрі дәмді салат дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бізге керекті заттар: 4 орташа сәбіз, 4 ас қасық майонез, 2 үлкен картоп, 100 грамм сыр, тауық еті, 3 жұмыртқа, 2 сарымсақ және ақ желкен. Алдымен тауықтың төс етін ұсақтап турап аламыз. Туралған етімізді үлкен бір ыдысқа салып қоямыз. 100 грамм ірімшігімізді үккіштің ең ұсақ бөлігінде өткізіп аламыз. Кейін картопты үккіштен өткізіп аламыз. Жұмыртқа және сарымсақты да ұсақ үккіштен өткізіп аласыздар. Кейін барлығын бір үлкен ыдысқа салып қоясыздар. Сәбізді де үккіштен өткізіп, бөлек ыдысқа салып қоясыздар. Менде видеода 2 орташа ғана сәбіз қолданғандықтан барлық массаға сәбізім жетпей қалды. Сондықтан 4 орташа сәбіз алып қолданғандарыңыз абзал. Кейін шұңқы ыдысқа салынған массаның үстіне 4 ас қасық майонез, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырып аласыздар. Араластырылған массамыздан видеода көріп тұрғандарыңыздай мандаринге келтіріп, шариктер дөңгелетіп аласыздар. Кейін пищевой пленка не болмаса целлофанның үстіне 1 ас қасық сәбізді салып, жақсылап жұқа етіп шайып аласыздар. Ортасына шаригімізді салып, орап, жақсылап дөңгелек формаға келтіреміз. Формасын келтіріп алғаннан кейін бір ыдысқа салып, ортасын тесіп, ақ желкенмен әсемдейсіздер. Ақ желкеннің орнына шпинат қолдансаңыздар да болады. Барлық шариктарымызды дәл осылай дайындап аламыз. Жаңа жылдық столға әдемі үйлесетін салаттың бір түрі өте дәмді, оңай әрі тойымды болып шығады. Жаңа жылдық дастарханға дайындауға кеңес беремін. Бізге қажетті заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады.
ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.